екі өлшемді массив құрайық. Ол үшін екі for циклын қолданамыз. Бастайық. Бірінші бір бос массив енгіземіз. Масс 1 деп белгілеп қоя салайын бұл айнымалыны. Енді цикл басталады. Массивіміздің өлшемдері 3-те 3 бола қойсын. Одан үлкен өлшем берсек, көп элемент енгізуіміз керек болады, иә. Қазірше кішігірім массив құрсақ та жаман емес. Қос нүкте. Бұл циклдің ішінен тағы бір бос массив жасаймыз. Бұл массив бірінші массивтің элементтерін береді. Яғни массивтің элементтері массив болады. Немесе тізімнің элементтері тізім деп айтуға да болады. Енді ішкі циклды береміз. Ол G индексі бойынша жүгіреді. Бұл жерден екінші өлшемді береміз. Қос нүктені ұмытып кетпейік. Енді аралық бір айнымалы енгізейік. Бұл айнымалыға біз массивтің элементтерін перне тақтаған қолмен енгіземіз. Бүтін типті болсын бұл айнымалы, яғни int типті. Қолмен енгізілген бүтін типтегі сандарды енді екінші массивтің ішіне біртіндеп енгізе береміз. Ол append әдісі арқылы жүзеге асырылады. Оны былай жазамыз. Екінші массивімізге append әдісін қолданамыз. Яғни екінші массивке S айнымалының мәндерін біртіндеп енгіземіз. Бағана айттым, екінші массивтің мәндері бірінші массивтің элементтері болады деп. Олай болса, екінші массивті енді бірінші массивке енгізуіміз керек. Ол үшін шегіністі кішірейтемін. Өйткені бұл команда for цикліменен бірдей шегіністе тұру керек. Олай болса, енді бірінші массивке append әдісі арқылы екінші массивті енгіземіз. Оны былай жазамыз. Ал енді нәтижені шығаруға болады. Нәтижеге бірінші массивті шығарамыз әрине. Алдына жұлдызша таңбасын қойдым, байқаңыз. Ол массивтің элементтерін жеке-жеке қарастыруға мүмкіндік береді. Кейін алдыңғы сабақта айтылған sep параметрін береміз. Ол арқылы келесі қатарға өту командасын береміз. Осымен жеткілікті болды ғой деймін. Орындатып көрейік енді. Қате болуы мүмкін. Қателер болса әрине жөндеу керек. Қателерден қорықпау керек. Қателесуден қорықпау керек ешқашан. Біртіндеп жөнделеді, тестіленеді. Жақсылап дұрыс орындалғаннан кейін ғана программаны ары қарай пайдалануға болады. Ол үшін сақтап қою керек. Не осы жерде сақталады, не файлға сақтап қоюға болады. Және осы енгізілген массивтің элементтерімен
түрлі амалдар орындаймыз. Сұрыптау амалдары, логикалық амалдар, математикалық амалдар қолданамыз, есептеулер жасаймыз, формулалармен есептейміз. Мұның бәрі келесі жолдары болады. Орындаймыз. Ал орындатып көрейік енді. Командалық қатаршықта массивтің элементтерін енгізейік. 9 элемент енгізуіміз керек. Қазірше кәдімгі бір таңбада сандарды бере берейін. Жеңіл болу үшін. Негізі қалған сан мәнін беруімізге болады. Ал міне ең соңғысын енгізем, нәтижені күтеміз. Көрейік. Міне массивіміз шаршы түріндегі немесе төртбұрыш түріндегі матрица түрінде шығарылды. Міне көзге де өте ыңғайлы және амалдар қолдануға да болады шағын. Дәл осындай түрі ыңғайлы болады. Осылай шығаруға тырысамыз үшін. Олай болса, міне for циклы арқылы массив құру программасын көріңіз, пайдаланыңыз. Ешқандай қиындығы жоқ деп есептеймін. Тыңдағаныңызға рахмет. Жақсы сау